Санжар Керімбай, 21 ғасырдың рухани докторы, ағартушы, қазақтың бағына туған қоғам қайраткері. Қазіргі қоғамның Санжар Керімбайға деген көзқарасы осындай. Ал негізінде саналы түрде қарасақ ол қандай? Санжар Керімбай өзінің ойлау деңгейімен бір ғасыр артта қалған, және де өзінің кейбір идеяларына сондай фанатизмге бой алдырған қараңғы тұлға. Бұл жай ғана метафоралық асыра сілтеу емес. Бұл тура мағынада дәлелденетін факт. Бұл тұжырымды дәлелдейді оның дәлелсіз әңгімелері, популистік идеялары және бір ғасыр артта қалған ғылыми көзқарасы. Санжар Керімбайдың әңгімесінің басым көпшілігі адамның ментальдық денсаулығы жайлы. Ал адамның ментальдық денсаулығы қазіргі күні ғылыммен өте жақсы зерттелген. Адамның көңіл күйі бұл гормондарға байланысты екені, адамның депрессияда болу, не шаттықта болу гормондарға байланысты екені қазіргі күні дәлелденген. Сондықтан, егер біз ментальдік денсаулық жайлы айтатын болсақ, біз міндетті түрде ғылыми перспективадан қарауымыз керек. Бұл ең саналы қадам болады. Ал Санжар Керімбай болса не істейді? Ол мұнаны істейді. Ескінің әңгімесі, діни реңі бар, діни аттенікті кіргізуге болмайды деп жауап беретін болсаң, ол бітел, әбден прок болған кезде мынаның ішінде давление көтеріледі дағына. Сосын енді раздробленность личности деген болады, және болмыстың бөлшектенуі дейді. Бұх деп жарылған кезінде ол адамның өзі не істеп не қойып жүргенін түсінбейді. Далбасалап әдемі әйелі болса да, алтын қасықта екі ұлы, алтын асықта екі қызы болса да, екінші қатын алам деп шығады, үшінші қатын алам деп шығады, сосын шетелге көшемін деп шығады далбасалап. Ішімдікке салынады, сосын игровой автоматқа кіреді, казиноға кіреді. Пашақ шығып бөлшектеніп өзін таппай қалады. Сондықтан соларға айтады, сіздің бұлай бөлшектенуіңіздің, енді бұны субъективті негіз деп айтады, енді себеп пен енді reason and cause деп екі бөледі. Яғни себебіне шағатын болсаң, ой, бұның жұмысында қысым көрсетті, бұл сосын ішіп жүр, ой, бұның жаңағы енесі жаман, тещасы, сондықтан бұл ішіп жүр деп себептерін көбейте берсең көбейе береді. Себеп бойынша себеп миллион бола береді. Суицид те солай. Бұл неден өліп қалды десең, жүретін қызы тастап кетті. Бұл неден өліп қалды десең, бұл банкке қарыз болып қалды, банкрот болып қалды, пәлен болып қалды, себебін көбейте бересің. Түп негізге жина, субъектив негізге деп бір жерге жинайтын болса, диагноз біреу-ақ қуыс кеуде. Бұл адам кішкентай кезінен бастап мәңгілік болмыспен байланысып жататын өзінің рухани тарапын, енді оны димензиональный антология деп түсіндіреді жаңағыдай. Сол жаңағы мәңгілік әлеммен байланысып бейсаналы түрде жүріп жататын құндылықтардың бәрін өзі бұл кісі жауып тастаған. Яғни бесік жыры айтылмаған, қуырмаш айтылмаған, санамақ айтылмаған. Санжар Керімбай тура осы формадағы, бірақ басқа мазмұндағы әңгімені бірнеше рет әртүрлі интервьюлерде, тіпті өзінің еңбектерінде де айтқан болатын. Бірақ та мәселе қайда жатыр? Мәселе міне. Санжар Керімбай бұндай әңгіме айтқан кезде ол ғылыми перспективадан қарау керек. Бірақ та оның айтып жатқаны ешқандай да бір қоғамға белгілі бір факттармен айтып жатқан жоқ. Сондықтан ол ғылыми зерттеулермен соларды дереккөз ретінде айтып әңгіме айту керек. Бірақ бұндайды біз ешқашан Санжар Керімбайда көрмейміз. Мына текстте ол тура мағынада бір ғасыр бұрынғы Фрейд пен Юнгтың психоаналитикалық гипотезаларын аргумент ретінде қолданып тұр. Бұл оның ғылыми көзқарастарын бір ғасыр артта екенін дәлелдейді. Тағы бір оның артта қалғанын дәлелдейтін бір факт ол міне. Армияға барғанда біреудің баласын ұрып өлтіріп қоятын адам шықпасын деп жүрек сөзін жұмсартатын 6 кітапты принципті түрде 5000 теңгеден сатып отыр. Мына кітапты 10 мыңнан 15 мыңнан сатамын десем де ақым пайда табамын десем. Бірақ үйтейін десем пайда ойлама, ар ойла деген мына Құдайдың қойып қойған принципін аттай алмай отырмыз. Мына бізге кедейшілік алып келеді. Бірақ халыққа рухани байлық алып келеді. Былайша айтқанда болашақта бір-бірін өлтіріп тастайтын солдаттар аз болады, не жоқ болады. Ағамыз шынымен армиядағы мәселені батырлық жырлар мен эпосты оқыту шешеді деп ойлайды. Бұл реклама ғой деп айтатын шығарсыңдар, бірақ рекламадан дербес ойын көрейік. Зорлық көруі көп қой себеп жатыр. Енді бұл проблеманы шешудің жолын айта аласыз ба? Неден туындап жатыр бұлар? Неге соншалықты жауыз айналып кетті? Оның шешудің жолы бар, оны шешу мына білім саласын қолға ұстап отырған министрлер ғана шеше алады. Олар мектептен бастап адамның жүрегін қатайтатын ақпараттардың бәрін азайтып, шамадан тыс рационализмге бейімдей бермей, жүрегін жұмсартатын аңыздарды, әпсаналарды, қиссаларды мектеп жасында программасына кіргізетін болсаң, ол бәрі орнына түсе қалады. Түкке тұрмайтын проблема осы. Ал енді біріншіден, мен осы білім жүйесінде оқыған адам ретінде айта аламын. Біздің кітаптарымызда, оқулықтарымызда
рухани насихаттарға толы шығармалар көп. Санжар Керімбай насихаттап жүрген. Білмеймін неге бұл затты ол тексермегенін. Бұл жарты сағатта тексерілетін зат, бірақ бұнсыз Санжар Керімбай ма? Жақсы, допустим, бұл факт. Рухани шығармалар Қазақстанның оқулықтарында жоқ деп есептей салайық. Бірақ та бұл бәрібір оның әңгімесінің абсурдтығын жоққа шығармайды. Оның тұжырымы бойынша мектептегі қатал рационализм балалардың жүрегін қатайтып, оларды бір-біріне аяусыз, эмпатиясыз, моральсыз қылады. Бірақ та ондай болған күннің өзінде көбінесе мектепте жақсы оқыған және де рациональный адамдар, саналы адамдар армияға бара бермейді. Армияның көпшілігі сол рационализмнен қалып қалған адамдар. Ал біз рухани жаңғыртатын шығармаларды қостық делік. Бірақ та сонда да қайталап айтайын. Ол армияға баратын адамдар мектептің оқулығын басынан аяғына дейін оқып жүрген адамдар деп ойлайсыңдар ма? Әрине жоқ. Олар бәрібір ол проблемадан тыс қалады. Олар бәрібір ол рухани жаңғыртатын еңбектерді, шығармаларды оқымайды. Сондықтан Санжар Керімбайдың бұл тұжырымдары мүлдем проблемамен қиылыспайтын және де артта қалған ой. Бұл артта қалғандығын және де тағы не дәлелдейді? Оның заманауи факторларды қарастырмауы. Бұл заманауи факторларды мүлдем қарастырмады. Мысалға, қазіргі күнгі әлеуметтік желілердің балаларға деген әсері. Сен бір шығарма оқыдың, рухани жаңғыртатын. Бірақ та TikToktан көрдің бір бандитизмді романтика жасайтын эдитті. Музыкасы ұнады, фильм ұнады, фонда тұрған сөздер ұнады. Саған ол романтикалық эдит бағанағы шығармадан 1000 есе күштірек болады. Балаларға тура солай. Сондықтан бұл Санжар Керімбайдың недочеты деп санаймын. Және де Санжар Керімбайдың рационалдылыққа тиіскен бұл жалғыз сәті емес. Ол бұл затты бірнеше рет қайталаған. Және де оның басты еңбегі Қуыс кеуде кітабында бұл жайлы да сөз. Санжар Керімбайдың айтуынша, бала 13-14 жасқа дейін рационалды танымсыз тек magical thinkingпен жүреді екен. Бірақ бұл ғылыми дәлелденуі тиіс тұжырым. Әрине біз Санжар Керімбайдан ғылыми дәлелдеуді күтпесек те болады. Және де балалар үшін ұшатын кілемнің ракетадан гөрі қисындылығы, және де егер magical thinking болмаса, рационалды таным да онша емес болады дегені де ғылыми дәлелдеуді қажет ететін тұжырымдар. Жарайды ғылымда. Мен өзімнің практикалық опытымды айтайын. Мен 7 жасыма дейін әжемнің қолында өстім. Әрине, әжем маған Санжар Керімбайды насихаттап жүрген қазіргі қазақи дәстүрлі рухани тәрбие береді. Ал 7 жас бірақ та жарайды ғылымда. Практикалық өзімнің опытымды айтайын. Мен 7 жасқа дейін әжемнің қолында өстім. Әрине, әжем Санжар Керімбай айтатын рухани, қазақи дәстүрлі тәрбиемен мені өсіреді. Бірақ та менің рационалды танымым 13-14 жаста сондай кеш оянған жоқ. Мен 7 жастан бастап қолыма энциклопедия алып, сол жақта аталмыш эмпирикалық факттарға сүйеніп, өзімнің пайымдауларымды жасаған болатын. Тіпті 12 жасымда мен сондай пайымдар арқылы ғылым мен діннің қарама қайшылығын көріп, солай діннен шыққан болатын. Ал Санжар Керімбайдың есуастығы мен фанатизмнің айқын көрінісі ол оның мына лекциясы. Аверон балалары. Ол жақта ол не дейді? Ол жақта ол 1 сағат бойы орманға қалдырып кеткен туғанынан, сол жақта тамыр жеп, миы даммай қалған, біресе иттің будкасында өмір сүрген сондай мақұлықтарды мысал келтіріп, солардың историясын айтады. Бұлай қарап тұрсақ, бұл Санжар Керімбайға мүлдем ыңғайсыз тақырып. Себебі бұл жақта таза биологиялық себептер бар олардың сондай мақұлық болуына. Бірақ та Санжар Керімбай не істейді? Екінші мнерден Вереник аймағы деді. Сол жақ самай құрақтың астында бір иірім тұр. Ол неге жауап береді деп еді? Ең қызығы осы жерде. Сіздердің бағанадан бері тыңдап келе жатқан әңгімелеріңіздің кульминациясы осы жерде келеді. Мына жерде мәнді, мағыналы айтып отқан сөзіңнің, сөйлемнің ішіндегі мазмұнға жауап беретін аймақ nereden шықты? Сөйтті да екеуінің арасында кішкентай көрінбейтін канал бар. Мына сөйлеген кезде, мына жақтан мағына дарытып отырады.
егер ана мән мағына мен мына сөйлеу екеуі бір бірімен бірігіп пропорционал жүрмейтін болса, онда бізде катастрофа. Енді Франклдардың шығып жүрген себебі сол. Яғни человек в поисках смысла деп жүргені, недегі смысловой паутина, мәнді мағыналы айтатын зона пайдаға аспайды, оны ешкім қолданбайды. Себебі кішкентай кезінен бастап даналыққа, ізгілікке, мәнді мағыналы ғибратты әңгімелер айтуға үйрен десең, ол күш қайра, ерік жігер шығару керексің де сен оған. Сен бір даналық сөз жаттауың керек, аят жаттауың керек, оның тәпсірін жаттауың керексің, сен Яссауидің хикметін жаттауың керексің, сен Абайдың сөздерін жаттауың керексің, іште кірді қашырса, түседі хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі, сен шәкәрін жаттауың керексің, мына жағыңды күшейту үшін. Анық байлық жүрекке біткен өнер, білімдінің бәрі де соған төнер, арам жейіп мақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар, есеп берер деп сөйлеуің керексің. Би-шешендерден ауыр. Сосын барып, ол мына жермен бір кетті тағына, мына жерден грамматикамен сартылдап сөйлеген кезде мәнді мағыналы әңгіме екеуі қосылады да, оның аузына дуа бітеді тағына, дуалы ауыз пайда болады. Сондықтан да ақмақ басқа адыраңдаған көз бітеді, дуасы жоқ ауызға гуілдеген сөз бітеді деген қазақ мақалы шығады. Енді 21 ғасырдың адамдары, сіздер әсіресе бос сөз, бос әңгімеге шамадан тыс үйір болып алады. Себебі бос сөз, бос әңгіме, артық, ақы, прикол, біреуді кекету, мұқату, әжуалау, күлдіру. Керімбай өзінің фанатизміне беріліп, бір ғана сөздің мәнін өзгертіп, бүткіл әңгімені өзінің ыңғайына жіберді. Бұл қандай сөз? Вероника аймағы сөздің мәніне жауап береді. Бұл тура мағынада сөздің мәніне жауап беретін аймақ. Сен алма деген дыбысты естіген кезде, ол саған алманы представлять етеді. Ал Санжар Керімбай болса, бұл жерден Вероника аймағы бұл рухани бір шығармалардан бүйтіп шығаратын бір мәнді айтып тұр. Қысқасы оның пайымдауынша, егер балаңа ертегі сондай рухани мәнді заттар оқымасаң, Вероника аймағы дұрыс дамымай, ол Маугли болады дегісі келіп тұр, бір тезиспен айтқанда. Енді осындай фанатизмге берілген, аргументтері жоқ, ғылыми көзқарасы алдыңғы ғасырда қалған адамды ағартушы деп санайсың ба? Ал енді ойлан. Видео ұнаса лайк бас, ұнамаса неге ұнамаған комментарийға жаз.